Ассаламу алейкум, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Бүгін оразаның 11-ші күніне ауызашарға осыны сұйықтаған борщ әзірлейміз. Мен әуелі етті, картоп, сәбіздердің барлығын ұсақтап турап алдым. Енді капустаны турауды көрсетейін. Капустаны да осылай 4 бөлшекке етіп, немесе одан сәл кішілеу етіп тураймыз. Менде қызылша осындай үлкен данасы, егерде кішкентай болса 2-3 қоса беріңіздер. Оны осылай үккіштен майда тішесі арқылы өткізіп аламыз. Енді қазанымызға сұйық майды құйып жақсылап қыздырамыз, аздап құямыз сұйық майды. Енді етті қуырудан бастаймыз. Ет қызарып, қуырылғанша қуырамыз жоғарғы отта. Міне әуелі бірінші сөлі шыға бастайды. Одан кейін сөлі тартылып, кішкене осылай қызара бастайды. Осы кезде пиязды қосамыз. Пиязды көп қоссаңыз, соншалықты жақсы, сорпаңыз дәмді болып шығады. Осы жерде қызанақ немесе томат пастасын қосып жіберсеңіз болады. Пияз кішірейгенше 2-3 минут аралығында қуырамыз. Міне енді осы кезде сәбіз, картоп, мына капуста, яғни орам жапырағымыздың барлығын қосып жақсылап араластырып аламыз да, баяу отта 10 минуттай қуырамыз, бетін толықтай жауып, арасында ашып тұруды ұмытпаңыздар. Міне осылай барлық капустасы кішірейіп қалады. Енді осы кезде су құямыз. 1,5-2 литр шамасына қарай жақындатып құйдым. Суды құйғаннан кейін ғана қызылшаны қосу керек. Егерде қуыратын болсаңыз, барлығымен бірге қосып, қызылша өзінің бойында қызыл қасиетін қуырылып жойылып жібереді, сіздің борщыңыз қызыл болмай қалады. Сондықтан суды құйғаннан кейін ғана осылай қызылшаны қосады. Және ұсақтап осылай теркадан өткізсеңіз, жақсы тез пісетін болады. Енді үстіне тұз, дәмдеуіштер қоссаңыз болады, және лавр жапырағын бір данасын қосып жіберсеңіз, жақсы дәм беріп тұрады. Қайнап шыққан соң ең төмен отқа қойып, қақпағын кішкене жартылай жауып, 1 сағаттай қайнатыңыз, тағамымыз дайын болады. Міне біздің сорпамыз дайын болды. Асқазанға да жеңіл, дайындалуы да оңай, тек қана көкөністерден ешқандай зияны жоқ. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.